Барлығына қайырлы кеш достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі 2 айлық баламен 2 жастың аралығындағы общий массажды жасайтын боламыз. Ең алдымен қолымызды майлап аламыз. Яғни қолды не үшін майлаймыз? Бұл баланың денесіне қолымыз батпау үшін майлаймыз. Тағы да айта кетейін, балаларға массаж не үшін пайдалы? Алдыңғы видеоларымызда айтқанмын, балаға массаж баланың денесін қан айналымын жүргізуге және де баланы уақытылы отырғызып уақытылы жүргізуге өте пайдалы. Ал кеттік, бастаймыз. Қолымызды қыздырып алдық деп жаңа айттым. Ең алдымен аяғын сипалап бастаймыз 4 рет. Яғни бұл 4 рет, бұл 2 айданғы балаларға 4 рет, ал 3 ай, 4 ай уже 8 реттен қосады. Мен қазір 4 реттен ғана жасаймын. 4 болды. Ең алдымен сипалап қыздырып алдық міне. Одан кейін қолымыздың ұшымен 1, 2, 3, 4. Қолымызды алмаймыз, сразу сипалап болғаннан кейін қайтадан келесі жаттығуымызға көшеміз. Қолымыздың ұшымен міне 1, 2, 3, қолымызды үзбейміз. 4, міне қайтадан 4 рет сипалаймыз. Неге 4 реттен десеңіз, өйткені бұл интернет болғаннан кейін кішкене уақытымызды шегерту үшін жасайтын боламыз. Келесі жұдырығымызды бүгеміз, сонымен бастаймыз. 1, 2, 3, 4. Енді сипалаймыз 4 рет. 3, 4. Бұл 2 айдан бастап 2 жасқа арналған жаттығулар, общий массажы. Енді сипалаймыз 3, 4. Қолымыздың ұшымен 1, 2, 3, 4. Сипалаймыз. Міне, енді бақайдың ұшына келеміз. Ең алдымен сипалап аламыз. 1, 2, 3. Ең алдымен баланың жүргені бәрі осы аяқтың ұшына пайдалы болады. Әр саусақтың басын 4 реттен сипалаймыз. 3, 4. Міне. Сіздерге пайдалы болады деген ойдамын. Сіздерге пайдалы болады деп ойдам. Мына жеріңізге қарай түсіріп кетсең. Міне. Және 4 сипалап алдық. 1, 2, 3, 4. Енді 8 санын саламыз. 2, 3, міне 4. Бұл баланың табанына өте пайдалы. Май табан болмайды, әсіресе ұл балаларға 7 санын